Манас атабыздын баянынан айта турган болсок, ошо авалкы айыркы Алтайда Жакып атабыз сыйыр денелерибиз, кыркыбыз элдер ошактан күн кечирип турган кезинде ошо Батыр абабыз айткандай, негизи күн алай да, ким алай эмес, күн алай. Адамзат тукумунун баштабысы ушу күн алай дегендей. Анан ошол күн алай, бүт Тибет, Кайла, Сак Мөңгүл Ала тоо, Теңир тоо, Касы көл, дегеле Алтай, Энесай, эне жерибиз, кеме жерибиздин бардыгында ата бабалар мекендеген. Анан ошол илгери Жакып ата Шийирдене кыркылуу эл журтубуз ошол Алтайды мекендеп, адам мурун ата бабаларыбыз ошол чейир бийлер мекендеген жерлерде. Анан кийин манжулар, калмактар баягы журтташып калган жерге эле кайра барганбыз. Анан ошондой күн алай, Кайлат Тибес, Орол, бүт жерин түбү тей желпиниш дегендей улуу мекенибизди кайра табалы, ошого бир сөз баштаган, жол баштаган, көч баштаган бир улуу жаратман бир чыгаан кыраан, кайра бир ата тектен жараткан каганыңды бер деп Жакыптар, бүт ак балта кыргыз эли жараткандан ошондой көк жалды тилегенде Алтайдан. Ошондон жаратканым ошондой күнгө, эне жерибизге, кеме жерибизге, асманга, дастанга, кыргыздарга, жылдыздарга, дегеле ааламдарга да анамдарга сөз баштай турган, жол баштай турган, көч баштай турган Манас атаны күндөн берет. Ошол жеринен айтып берейин. Санжыргалуу үлгүлүү эл улуу кемеңгер, жалтанбаган калыс түз, Олуя Жакып бай эле, телеги шай эле, кең Алтайдын үрүндө, кайыптар конгон төрүндө, 48ге толуп тур, башына арбак конуп тур, иши чында оңуп тур, мына ошондо күндүзү касиеттүү бай Жакып жылкыны карап жарыктык, назар салып келем деп, кыркыруу кыргыз элине аяндан келген күн баланы берем деп, жаратканды көрөм деп, эң Алтайдын кара зообогайы үңкүргө беттеп калдың улугуп, эч жүрөгү карачып, нуркан шаркан жанар нур, токтой калып сулугуп, ошол кезде Жакыптын жылкысы 40 миң жайнады, кумурскадай кайнады, 9 кат бар көктөгү, каңтарылып көк азман, ай тигендей жарк этип, күн күлгөндөй күңгүрөп, ошондо кең Алтайдын жер бети силкинип кетти дүңгүрөп, туяктары сон жеткиз, канаттуу дейсиң канаттуу, көк асмандан карачып, жал куйругу төгүлүп,
көрінген көрініп ең алтайға қарашы жаңағы Жақыптың жылқылары жарықтық жылқысына қосылып қайыптар келді қарашы бұлдың түтін сосылып көктен берекек жылқының бері қамбарға қамбар ата жаннағыл көктен бата тартелеп тартқан кезден қарашы Жақыптың жылқысы малға төлледі жаны жанға келді қайран қырғыз іштебей қайыптан келіп ырысы күнден жанып жылысы ошол кезде жаннағыл тоғыз қатмар асманды күркіретіп күңгіліп салтанатты чұлғылып жердің бетін қарашы бұдың түтін оғытып мындай қарашы санжырғалы иш қылып оматы келген құш қылып чолпон ата қой беріп санжырғалы қырырды Жақыптың қойларына қойларын көктенен қарашы қайығынан момындай сампарлатып жарықтық қошы биді көрдің бе Жақыптың қойлары сан жетпеген жылғада жошы биді көрдің бе ошол кезде жаннақ төбасың ой сүлпір тоғыз қатмар асманды жарып келді көрдің бе жаратқанды меріне қанып келді көрдің бе ошондо Жақыптың төбалдары қарашы асқа суының айланып жылғаға батпай қарашы төлерді қырғыздар балбай жүрек жайғарып ошондо жаннағыл ең алтайдың бұрлақтап өзен суды дайралар тал бойындай оштеміз ошол кезден қарашып алтын күннің жетпеген жылдыздарың балбылдап Жақыпқа жол баштар эмби уул келерин мына минтип сезишип мулланамын шаштеме келе турган уулдун салмагы жер бетин эмми карашып майыштыр баштеме мына ошондо күндүзү касиетүбай Жақып шайолуя 40 жылда келіп қалғанын алтын күндін жаңғанын сезіп тұйып қарашып тұшынақ түйген бұлданын шындап тоқынып абалтадан келатқан дердің сыйын қарашып көдөнүнөн саймалап сана туғылы оқынып екі тізген бір шылбыр алып қалды бай Жақып жер бетінде баспастан тұтынақта қарашы қош қолтықтаған аттар серпи келген кесінше қасиетүбай Жақып жанып қалды көрдің бе жаратқандың уысына қанып қалды көрдің бе шөлдегенде тұшынақ шамалданылдам өкпелеп көздің айым жоқ белеп добу айыл үңкірге бары емми тоқтолып жан құйрығы төгіліп қалды мен тіл қарашы кізгіндеп сарсам оқ толып бай Жақып еммин қарашы түпқа тасы күн ата Noğa şeyin qarraşık altın gülden gellere müllalamga jannağıl adilet tuğalız düz tağam bol birdeler oşalar baktı emmi qarraşıp arkaları kos kolup Aydoboğayı ünkürdün aşıla gelsen eşigip tamman tütün boz bolup ünkürüge girdin bay Жақып esmin tayındı yaşay Жақып Han könünün o gündüzü göktönen min qarraşı Tengirimizdin başbağı gelip kalgan geçse de Altman astın alamga en içinde bellik töp
беріп қалған кеселі жаратқан жүзін көрді көрген сыбай жақып емі шындап қарашып қорғашым болды еріп бір өлбей жатып өлді ақиқаттың көрді жамалың көріп ошондо жаратканменен беттешип жаратканымдын ошондо улуу адамды бек койгонду төп коюп күндөн келген бул бала мулларамдын өзүнө чындап сөздү карашып баштай турган кутмандыр тайсалаба сурттандыр бийлик кылып бердим деп жакында мен манас болуп келдим деп жараткан өзүң ошондо зулугайын күрдөн жолугуп калдым мен жараткандан батталып касиеттүү шай жакып шай олуя 40 шилтенден жарыктап кайыбынан каталып ошол кезде карашып Алтайдын кең зоосуна чыга келди жаркырап ошол кезде бай жакып толкусун эмми көрүңүз алып келбептүү карашып темир билек алып эле кыргызга бүткөн нарк эле санжыргалуу салт эле жүрөгү чындап толгон жарыла кетүү жаздап теңирине жолугуп ошол кезден карачы саймалуусаңа тирбели ушул жакып байырка дайым кыңдың карачы айтыла келген сыр беле түбөлүктү карачы карытып бүткөн нур беле бүгүн күнгө карачы урпактан чыккан жарк кетип кайталаңгы сый беле касиеттүү бай жакып түгүн атадан тараган жакып болуп жаангерлеп жаап келген эмеспи кыргызхан эммен карачы кут берекче кемелдик таап келген эмеспи күмүштөй болуп кулпунуп күндөн түшүп кут болуп саап келген жаап келген эмеспи касиеттүү бай жакып кырылып кеттир кыргызстан жолун таал берип таап берген эмес ошондо бирге касиеттүү көсөмүң тутунагын туйлатып ошол аян түш белек өңүндө көргөн иш беле кыргызга келген кут беле жылга кыр өрдөп малдан келди сабылып каш кабагы жабылып түнөргөн эмми түн болуп теңире чындап карачы беттесе да жүрөктүн тереңинде мұң болып анкен алтыны тоолой үйүлөп ошол кезде кыргыздар тимелештебей жатты карашып көлкүп балкып сүйөнүп күмүшү тоолоң үйүлөп күзөлү кыргыз жакыбың ошондон кийин урматтуу өмүр сүрдүбейин мынтип сүйүнүп малга батпай ошондо касиеттүү бай жакып жанга батпай ошондо тейлүү шай жакып бир баланын айынан бошто өмүр сүрдүбү өмүрдө жашоодо эмиң болгон жок артында эмни бала жок көзүнү нурга толгон жок атанын кирдиндиги бир туяктын айыбы жерге алмай карашы малы батпай кетсе да көзүнүн өмүр элестеп айта турган урпакка неңнің айтап керестеп туу баштаары туусуймак бала жоктун айынан бүткүл өмүр жашоосу бошко чында өттүбөйм муну туйбай жакым алтын күндүн өссүнө жанны көлгүп булолон көчтүбөйм муну ошондо жанагыл өргөгө келди камынып касиеттүү бай жакып мына миң түбү карашы кайтан акыл табылып алып келбептүү келбети темир билек мүчөбейин күмүштөн куюп койгондой тилегимден миң аргандай ойбай бичең угуп тур
жақып алдыда жүрді жарқ етіп, чолпон жылдыз жарқырап, тұрған енді өңденіп, тұрсам дағы қарашы, елден балам жоқ туынайынан, артта ментіп қалғандай, бажақып бүгін далаған менен дамы жоқ, мына мұндай балбандай, ойбай бичем ұғып тұр, ардағым менме тұнығым, жаңақ күн алайдың асқа сол, тілеттінненнің бір жағы, ұппыл толы қарашы, сарқолыннен түмбөгі, Медиянның чөлінде, сен қырғызға келген қайып қыз, атаң сені таап алған қарашы, нұрдан біткен мамындай, келешек түс айық қыз, таусылықтай сосылып, көңіл қошым қарашы, бір өзіңе қосылып, жүргенменен моментіп, 48-ге толғылып, соған çoğun арнабай, бір бала туып бередің, алтын күндің қарашы, егер кейін ұмайдай, жарқ жүрк етіп елбедің, бір тұяқты бербедің, ай алтын айдың өзінен, күңгіреп тұрған мұң жұтып, қараңғыда қырғызға, бір айдай болып жарқ етіп, еммечіға келбедің, мүңгіден аққан бұлақ су, қырызға бүткен қарашы, сыймаға бүткен тубелің, енеде болсан қарашы, ұрғашының ұллығы, періштейінің тұнығы, саға жаман сөздің айтпастан, айлап жылдап қарашы, егіз болып жашадық, қызыл қырғызғын бател, көрген күнді көрдік пі, саға қасы чайнап жал беріп, қымызға қошып бал беріп, сары майды томқұртып, сасымалға қойып қортып, мүтіп күлпетуемнің қарашы, умайымдай күрделім, бір өсіңден қарашы, бала туып беретіп, улайымдай күрделім, умайдың жолын жолдығы, инәдейін айтып ұшып, шамшырақтай күрделім, болып буланып, бүгін өткен тұрам дейнеден, балам жоқ тұнайынан, мен бар болсам да қарашым, түтіневенне құланып, ардағым менне ұғып тұр, деошен чуып айтқанда, қасиетті жайбай биче, еленесі құтеле, жүзінен нұры төгіліп, періштедей көрініп, ақ елечек ұрынып, гүл киіммен киініп, нұрға түгіл бірдегіп, белінде күміштеннен кемер бар, үліп кеттер қырғызға, ұшыл шиырды, ұмайдың жонын ұллачы, манасы берер бедел бар, ол белден тешсе жаққыттан, түнді күйсе жақшыққа, айдың шаны толғандай, ұшыл шиырды балада туып бербесе, қырғызымдың өзіне бер құдай менне бер шөбір, дүруден бүткен құт пеле, қырғызыма қарашы, қасиет болып қонғандай, елімнен ішең қонғандай, айтар сөзі қарашы, ұлықтан болуым айдын, сөзін ұлла үрділі, ұжыл қасиетті өшейірдің, еленесің екен ғо, көрбей тұрып тәңірді, көкірек менен көрділі, осынан емін қарашы, асыл сөзін үрділік, басқан кесте дабышы, білінерден мен елінбей, арқар десең елік, елік десең қарашы, құмаяқтай құлпынып, сиырданнан барында, Алтайдағы қырғыздар, дөлетке чындап, нұр тоңып, бетеге белден бұралып, ошол кезде жанағы маңқайымны қарашы, елеше киіп мұндай үргіден шыққан кесінде, қасиетті қырғыздар, шиырдыңды көргенде, 90 күнні тойынып, жырғап жақты қубанып, ошол кезде қарашы, өлді десе қырғыздар, атан арқында мұндай терілен уланып, болып тұрды көрдің бі, көңілің нұрға бөлдің бі, ошол кезден қарашы, Жақыптың ошондо кебинип мамындай, қасиеті бай бичек, ишегisi түйіліп, от болу емми күйініп, бала туып бере албай,
Жасқа башын жастады, ошол кезде чыйырды мұңын еммен қараш, қарегінен баштады, көзінен бермет құйылып, айлана тұрды қараш, ақақтай нұрға жынып, боректің ошондо жарылып кетті бөлініп. Ошол кезде чыйырды, жаны шығып қарашып, уктап жатқан кесинде бойын таштап болып, алтын күнгөз болып, алтын аян түш көріп, урматтуу кызы иш көрүп, о болодуң о болот, со болоду зо болот. Түшүндө мындай түш элек жараткан өзү көрдү, көктен бата берди, 40 миң кабат асманды жарып түштүң ошондо, алтын күндөн карашы, кайып атаң агата, кыдыр ата багата, чыйырдын кош коштоп багып түштү көрдүм, ак кыдырың ошондо, ак сакалы жайкалып, чыйырдың эннин өзүнө келип калды карачы, кайыбынан байкалып, о чыйырды келдим, жараткан эмми жибердим, могу эки алманы жедим. Камыстай болгон карачы, кызытып ичиң эки алманы жедим, эки алманы жеди эле, нур болуп боюм карачы, алып булкууга бүттүбөй, боюна бүтүп нур болуп, ак көйнөктүн алдынан ошол кезден карак ажыдар болуп көрүндү. Acıdardı mindemi, kasiyetli çayırda, müllaramdı bildemi, mınday ayan düş görüp, çayırda uğuktap yattı kardeş, kızı tüyemden iş görüp, canına dağı kardeş, bacakı emmi tolgunup, жана күйүттүү сөздүн айтып жол борустай сойгон болуп уктап кеттим көрдүңбү, алып келбепти жанагыл кара жерди карак, тим эле ой ийген эммедей мыктап кетти көрдүңбү, кийгендин өргөдө бак төлөтү байбиче, жаш байбичең алдагы уктап жатып түш көрүп, түшүндө кызык иш көрүп, боору караң эки көз, эки куш туурумна колдур, мына мындай болдур. Ал эми Байжакыптын карашың, урматтуу эмми кымбат түш, теңирден келген карашы, дегеле өлбө сымбат түш, түшүнө мындай көргөнү, келечекке карак, мурра кылып бергени, уктап жатса түшүндө, ошол кезде карачы, Байжакып бакыттын кушу будайык, оң колуна кондурду. Жетебиш болу, жибек болу караш, тимел алтындан болуп тур. Бакыттын кушу будайык, куштардын чынына пир эле, жакырай келсе күн эле, айбаттанса сүр эле, ошону чындап бөпөлөп, учурбай эмми соолоп туруп, ошол алачам оюн туйгуну, ак тумшугу тунжурго, тармактары канжарго, айбаттанып табынып, косколоп ирген кесинде, зоону тепси күзгүлдү, быт-чыт болду ийилди. Аны көрүп Байжакып түшүндө тим эле жер суга батпай сүйүндү. Канатын жая бергенде касиеттүү будайык, алтын күндү жаптеме, кош канатын жайды элек, азаттыктын жолуна кырсы чындап сүрөп бер, чындап демин таптеме. Ошол кезде карачы, жаркырап төшү апжак каппак жүн, чылк алтындан кубуруп, койруктарың алтынго. Ошол кезден карачы, касиеттүү будайык, көккө шоңшой бергенде, көккө бир куш учпады, бөгүп калды көрдүңбү, жер бетинде жанагыл, жолборс бөрү кабылып,
жойлабастан жол беріп чөгіп қалды көрдің. Аққан сұлулар қарашы мел-мелдеп жол беріп ақпай тыншып тоқталып бұл үйнен үй ошондо қияматы жоқ болып будайық құшу қарашы манас болып көрініп ошол кезден қарашы абалтадан келатқан күн атаның жолдогу кырылып кетер кыргыздар ошол кезде чындап чын арбагы конуп тур иши чында оңуп тур ошол Байжакыпты карач туурунда конду эми будайыктын жанында алаша моюн ак шумкар аны дагы байлап тур касиеттин карач багып минтип шайлап тур мына минтип түш көрүп үчөө бирдей карашы сонордой болуп сосулуп толкулары момундай өргүлө чындап жатса да жангуттары карачы алтын күнгө кошулуп бардап бүткүс карашы көз көрбөгөн ишейле ошону көрсөң карашы сыйдан бүткөн карашы теңирден келген күч эле аламатты токтотчу мелмилдеген тынч эле мына мындай карашы ажайып болуп турганда кыргыздар аян алып моминтип чын бакытка тунганда Акымбектин жесири Бегимай деген мамундай ак жолугун санылып баласын истеп камынып таган арып батарда таза жылдыз батарда ой арыбаңызда баке ойгонуңуз туруңуз балам туушунак болсун жанагыл тулпарыңдын из кууп токойго кирип жок болуп түнү бою карашы барбы эмиң өлүкпү токойдо бөрү камман бар эле ажыдары бары бар кайыптардын шаңы бар жолборусту түгөлдүбү мен бакуш сүрүү жашап карашы көргүлүктү көрдүбү бала жоктун айынан экөөң бирдей карашы бала баркын билбейсиз о жекиң айткын деп абам дедимби тургуз деп абакең эмми тургула баламды таап бергиле келкелимди карашы кайтарып эмми келгиле деп ошентип айтканда касиеттүү Байжакып уйкусунан ойгонуп эми чындап толгонуп жана койчунун эмми жана кара чолок эле чологун эмми миндеби милдаламды билдиби чертөк койдун айланып ошол кезде чертөк кой чынарлары карашы бир чынарды көргөндө 9 кулаш кучактап 9 киши карашың чындап чынарына сыйбашы чынарына келгенде мазар кылып тайынып көзтөгү жашын караш көлкөлдөтүп кой берип жаратканга жалынып чындап эмиң ыйлашы чынардын учу карашы көккө көткөн оболоп күрүңүз болуп жоболоп ошол кезде жанагы чертөк койдун айлана ошол кезде күндүктөр күндүн айланып ыраңчыкка өтүптүр күн аламга көчүптүр ошол чертөк койдун ээктеп касиеттүү Байжакып Меңдибай деп кайралап келе жатат жээктеп бир маалда карачы таң агарып атыптыр күн жаркырап чыгыптыр Меңдибайдын маңдайы күн жаркырап караш бир метрлеп алганда абаке сиз эми калпычыгыңа таң экенсиз балам жок деп карашың жылдап айлап ыйладың кара жанын кыйнадың чертөк койдун ичинде исмим манас күн бала 8 бала 40 бала касиеттүү нур бала менин менен тең тушко тең балдары караш жогулуп мени тостубен кадырына коштубен шайолия кыршилтен алтын күндүн өзүнөн коштоп келип калыптыр майыны кыркыргыз айдын эми толгондо чолпон жылдыз жетиген уус жылдыз өзүнөн баштап келип калыптыр салтанаттуу шаң менен чертөк койго конуптур коңун кесте жанагыл ажыдар мары бир бөгүп эми жол берип кабылан эми бөрүлөр чөгүп эми кол берип улуу отту жагышып ошол кезде жанагы алтын күндүн өзүнөн пирлерин эми пирлери шамандарың ок болуп олуйлары карашы улуу оттун айланып доолбасы кагышып алтманастын келерин минтип айтып урандап калышыптыр токтолуп
Abake, men saltanatlı bayantiş türüğümde gördüm be, ölmeye yatıp öldüm be. Murağı toğuşan aklının üstünde, ak yol borsun terisi, ürtük bolup, javılıp, çın eseli tavılıp, amanat kılıp, söz bolup, söz teşeklip, bek bolup, oşalısınız gün bala, atam jakı özünde, bilik kılıp, bergindep, men jakında janağı, çayırdenem özünden, çımda emi tuğulam, çırap dursun ıylava, ıylavasın nenekem, kıynavasın atakem, devoşentip janağı, amanatın gep kılıp, antaşı emi şert kılıp, kıyamattın karaçı, kış müstü yolundan bası ötüp gördüm be, ölbey yatıp öldüm be. Bakayım mınday gör, devoşentip aytkanda, böyle karasa janağı, tuğçanağın bir tulpardın, üstünde ak yol borsun terisi, ürtük bolup, javılıp, koğuz olup kalıptır. Kırgızımның karaçı, bile жылқылары жайлауда бос болып қалыптыр. Атаңның көрі дүние, ай баракем бере көр. Атадан әмі мен жалғыз, атадан әмі сен жалғыз, туғышынақтағың ал жалғыз, жаратқан теңір жар жалғыз. Көктегі менің күн жалғыз, етімдегі мен май жалғыз, урап түшкен тоғырға жылғаларың жар жалғыз, аққан әмі су жалғыз, шатыран ғана шегісінен айраған алардағы қу жалғыз. Келе көремі қыдырым, қыдырын әмін өзісі, өзің теңірін әмі көсің бі, деп ошенті жанағыл. Қасиет тубай жақып, мен дуайда шоны борына қысып бір, ақ балтағының үзін ақ, әмі чабары көзің көстөді, Алпанастың келерін жорытуға өстеді дейді. Hop, bali. Kavul olsun. Çay var mı? Çaydan mı? Oğut mu?